Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн қазақ елі. Амансыздар ма? Мен мынау біздің қазіргі биліктің жүргізіп отқан саясаттарын қанша ойласам да басым жетпей қойды. 22 жылдан бері 38 баптағы құқығымызды таптап, қанша өтініш тастадық, ескерту тастадық, мысалы хаттан бейбіт шеруге деп. Оның біреуі де орын алған жоқ, және рұқсат берілген жоқ. Ол біздің құқығымызды таптау 38 баптағы. Ал бірақ ЛКБ-да үлкен мегаполистерде, мысалы үлкен қалаларда шеру өткізді. Оларды және МВД қоршап, халықтан қорғап шерулер өткізді. Енді ақыл есі бүтін қоғам болатын болса, және билік болатын болса, осы нәрсенің ақ қарасына жететін уақыт болды да. Сонда кеше анау Трамп Америкада азғындарға кішкене қысым көрсетіп еді. Бізде де шет жағасын ырымын жасап қойып жатыр. Енді бүйтетін болса, жаңағыдай кішкене бір үгіттейтін болса, оны бүйтіп жібереміз, үйтіп жібереміз деп. Осыған дейін айғарадыңдар ма деймін да сонда біздің ішкі тәуелсіздігіміз, ішкі өзіміздің құқығымыз және дербес ел ретінде өзіміздің шешім қабылдауымыз қаяқта? Мен вообще еш нәрсе түсінбеймін. Мен енді айуандық екенін біліп отырмын. Біздің қоғамға, біздің қазақстандықтарға істелген айуандық екенін біліп отырмын да бұның барлығы. Себебі біз ұл қыз асырап отқаннан кейін қоғамдағы барлық мәселе бізді алаңдатады. Және оған араласуға біз құқылымыз. Енді мынау жаңа Ресеймен одақтас дей ма, жаңа бірдеңе деген одақымыз аздай. Кеше өзімізді қазақты шақырып алып қырғызған. Енді қалғаны сол онсыз да тарихтан білеміз ғой, қайтып таяқ жегенімізді. Сонда қайтып солар айтты екен деп биліктің қайнар көзі халық деп тұрған жоқ па 3-ші бапта? Егер конституция жұмыс істемейтін болса, ашып айтыңдар. Ешқандай конституция жұмыс істемейді. Біз біргеніміз істейміз. Сендер үндемеңдер. Сөйлесеңдер соттаймыз деп ашық айта салыңдар. Несіне оны? Жаңағыдай жезөкшелеріңді жіберіп, ауызда шыққанның бәрін қаматып, үйін тінтітіп, талай нәрсе істеп жатсыңдар, айуандық. Бар ғой, мына жерге келді уже. Айуандықтарың мен сайқалдықтарың екіжүздіктер. Біздің ұлттың, біздің мемлекеттің мүддесіне жұмыс істемейтін заңдарыңа түкіргеніміз бар сендердің. Басымыз шау басында айтатымыз осы. Біз қарсымыз. Біз қарсымыз. Ресеймен одақтас болуына мен өзім жеке басым Ахмет Марат Махметсұлы қарсымын мен. Өйткені мен ұл қызымның ертең болашағы бұлыңғыр болғанын, боданда болғанын қайтып мен қаламаймын ол нәрсені.